Қайырлы күн, құрметті әріптестер, барлықтарыңыз білесіздер, осы оқу жылынан бастап Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің бұйрығы бойынша педагог зерттеуші біліктілік санатына өтетін мұғалімдер міндетті түрде өздерінің авторлық бағдарламаларын тарату керек. Егер Алматы сияқты үлкен қаланың мұғалімдері болса, онда осы қаладағы 3 ауданның жаңағы мұғалімдермен тарату керек. Қазір енді мен сіздерге осы номер 84-ші жалпы білім беретін мектептің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Шамгунова Жазира Анжановнаның авторлық бағдарламасын көріскелі отырмыз. Алдымен сіздерді бұйрықпен таныстырып өтейік. Содан кейін ары қарай семинардың бағдарламасы. Педагогикалық тәжірибені трансляциялау туралы 84-ші жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мұғалімдері Алматы қаласының педагогтары үшін педагогтерді аттестаттаудың өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы 83-ші бюроның негізінде енгізілген өзгерістермен 25 ақпан 25 жылдың нөмір 32-ші бюроның негізінде бұйырамын. 18 сәуір 25 жылы сағат 10:00-де 84-ші жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің базасында ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Шамгунова Жазира Анжановнаның Zoom онлайн платформасында педагогикалық тәжірибені трансляциясын. Авторлық бағдарламаның тақырыбы 6-шы сынып оқушыларына арналған ағылшын тілін терең үйренеміз тақырыбындағы элективті курс бағдарламасы. Семинардың жүргізілу тәртібі. Семинар тақырыбы 84-ші жалпы білім беретін мектептің зерттеуші педагог санатына үміткер Шамгунова Жазира Анжановнаның авторлық бағдарламасын тарату. Мақсаты: зерттеуші педагог санатына үміткер Шамгунова Жазира Анжановнаның авторлық бағдарламасын талқылау, педагогикалық тәжірибе алмасу, инновациялық идеяларды қолдау және білім беру үдерісіне тиімді әдістемелерді енгізу арқылы мұғалімдердің кәсіби дамуына ықпал ету. Күтілетін нәтижелер: авторлық бағдарламаның мазмұнымен танысу. Қатысушылар Шамгунова Жазира Анжановнаның авторлық бағдарламасының құрылымы, мақсат, міндеттері мен ерекшеліктері туралы толық мәлімет ала алады. Жаңа әдістемелік тәсілдерді меңгеру. Мұғалімдер бағдарламада қолданылған заманауи әдіс тәсілдерді өз тәжірибесіне енгізуге мүмкіндік алады. Кәсіби тәжірибе алмасу. Семинар қатысушылар арасында тиімді пікір алмасу мен тәжірибе бөлісу жүзеге асады. Бағдарламаны енгізу мүмкіндігіне қарастыру. Басқа мектептердің мұғалімдері авторлық бағдарламаны өз оқу үдерісіне бейімдеу жолдарын қарастырады. Зерттеуші педагог мәртебесіне қажетті дәлелдер жинақтау. Семинар Шамгунова Жазира Анжановнаның зерттеушілік жұмысын дәлелдейтін кәсіби іс-шара ретінде құжатталады және портфолиоға енгізіледі. Білім алушылардың оқу жетістіктерін арттыруға ықпал ету. Бағдарламаны қолдану арқылы оқушылардың тілдік дағдыларын дамытуға бағытталған тиімді әдіс тәсілдер мен тәжірибеге енеді. Құрметті әріптестер, бүгінгі біздің семинарымызға осы Алматы қаласы бойынша Алатау, Наурызбай, Жетісу және өзіміздің Түрксіб ауданының мұғалімдері қатысып отыр. Ондай болса, ары қарай сөзді мен бүгінгі авторлық бағдарламаны таратушы әріптесім Жазира Анжанқызына беремін. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, қайырлы таң. Мен нөмір 84-ші жалпы білім беретін мектептің ағылшын тілі пәні мұғалімі Шамгунова Жазира Анжановна. Бүгінгі элективті бағдарламам ағылшын тілін терең үйренеміз 6-шы сынып оқушыларына арналған. Бұл курстың мақсаты мен міндеттері. Мақсаты оқушының қарым-қатынас мәдениетін дамытуға жағдай туғызу, ағылшын тілінде еркін сөйлеу және коммуникацияның түрлі объектілерін қолдана білуге, мәтін, диалог және де монологтарды құруға үйрету. Оқушылардың өз бетінше іс-әрекетін жетілдіру, ойлау қабілетін дамыту, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру. Осы мақсаттарға
міндеттерге қол жеткізу көзделген. Бірінші, бірнеше негізгі құзыреттіліктерді айқындап алайық. Бірінші, ол сөйлеу құзыреттілігі. Сөйлеу құзыреттілігі сөйлеу қызметінің 4 түрінде: сөйлеу, тыңдау, оқу және жазбаша сөйлеу, мәдениетаралық қарым-қатынасты жүзеге асыруға дайындық. Екінші құзыреттілік тілдік құзыреттілік. Бұл жерде фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық және коммуникативті қарым-қатынас жасау дағдысын қолдануға дайын болу. Ана тілмен салыстырғанда ағылшын тілде ой қалыптастыру және тұжырымдауды жаңа әдісін меңгеру. Үшінші, әлеуметтік құзыреттілік. Бұл жерде әлеуметтік мәдени оқушылардың тәжірибесін, қызығушылықтарын және психологиялық ерекшеліктерін жауап беретін тақырыптар жазылған. Келесі құзыреттілік бізде компенсаторлық құзыреттілік. Бұл жерде ағылшын және қазақ мәдениетін салыстыру, сонымен қатар мәдениетке жалпы және әртүрлі ерекшеліктерді бөліп көрсету. Бұл айырмашылықтарды басқа мәдениет өкілдеріне түсіндіре білу, қарым-қатынас процесінде өзара түсіністікті қамтамасыз ету. Бесінші құзыреттілік ол оқу танымдық құзыреттілік. Бұл жерде тілдік құралдардың, елтану білімінің, қоғамдық мінез-құлықтардың, әлеуметтік мәдени нормаларының тапшылығына байланысты мәдениетаралық қарым-қатынас процесінде қиын жағдайдан шығуға дайындық және де қабілеттілік. Күтілетін нәтижелер. Бұл жерде біз 3 нәтижені қарастырып отырмыз. Бірінші күтілетін нәтиже ол тұлғалық даму. Бұл жерде қазақстандық азаматтық бірегейлікті тәрбиелеу, патриотизмді тәрбиелеу, отан алдындағы жауапкершілік пен борыш сезімін тәрбиелеу, басқа адамдарға, басқа олардың ойына, дүниетанымына, мәдениетіне, тіліне, азаматтық ұстанымына саналы құрметпен және тілектестік қарым-қатынасты қалыптастыру болып табылады. Жалпы және жеке сөйлеу мәдениетін жетілдіруге ұмтылу, мәдениетаралық және этносаралық коммуникацияларды құзыреттілікті қалыптастыру. Келесі күтілетін нәтиже ол метапәндік дағдылар. Бұл жерде логикалық ойлау, топпен және дара жұмыс жасау. Өзінің тілдік және тілдік емес мінез-құлқын жоспарлай білу қажеттілігі, және де ақпаратпен жұмыс істеу дағдысы, қажетті ақпаратты іздеу, бөлу, ақпаратты жалпылау немесе оны бекіту. Жеке және топта жұмыс істеу, жалпы шешім табу, өз пікірін тұжырымдау және оны қорғай білу. Тақырыпты анықтай білу, негізгі ойды анықтай білу, негізгі фактілерді бөліп көрсету, өз сезімін, өз ойын және қажеттерін білдіру үшін сөйлем құрай білу және оны саналы түрде қолдану. Үшінші күтілетін нәтиже бұл пәндік нәтиже. Пәндік нәтижеге коммуникативті салада әңгімелесуді бастау, жүргізу, қолдау және аяқтау, сөйлеу этикеттері нормаларын сақтау, әңгімелесушіні сұрастыру, оның сұрақтарына жауап беру, пікірін білдіру, өзі, отбасы, достары және өзінің мүдделері мен болашаққа жоспарлары туралы айту, өз қаласы, ауылы, елі, тілі туралы қысқаша мәліметтер беру, қысқаша бағдарламалар жасау, оқиғаларды, құбылыстарды сипаттау, негізгі ойын беру, оқыған, естіген дерін өзінің көзқарасын білдіру, кейіпкерлермен қысқаша сипаттай білу. Әртүрлі күрделі емес аудио-видео мәтіндердің негізгі мазмұнын есту арқылы оларды қабылдау, түсіну, хабар беру, әңгіме, сұхбат жасау. Пәндік нәтижеде бізде оқылым бар. Сол оқылымдағы күтілетін пәндік нәтижелер ол ағылшын тілді мәтіннің мазмұнын тақырыбын анықтай білу, әртүрлі жанрдағы мәтіндердің мазмұнын түсіну,
алынған ақпаратты бағалау, өз пікірін білдіру. Хатта күтілетін нәтиже ол сауалнамаларды жүргізу, толтыру, ағылшын тілінде сөйлеу этикетінің формулаларын қолдану арқылы құттықтауларды және хаттарды жазу. Түсініп тұр ма? Сіздерде сұрақтар болса, сұрақтар қоя беріңіздер. Астына комментарийларыңызды жазып отырыңыздар. Бұл элективті курс 6 тақырыптан тұрады. Маңызды 6 тақырыптан тұрады, және әр тақырыптың ішінде қысқаша тақырыптардан тұрады. Мысалы, бірінші тақырып ол отбасы, мінез құлықтарға байланысты. Ауқымды тақырыптың ішіне адамның мінез құлқы және оның ерекшеліктері кіреді. Келесі тақырып ол бос уақыт, саяхат, оның ішіне кино, театр, мұражай, музыка, демалыс, саяхаттардың түрлері, жастардың сәні, сатып алу, сату деген сияқты ұсақ тақырыптар кіреді. Келесі тақырыптар үлкен ауқымды тақырып ол салауатты өмір салты, бұның ішіне еңбек және демалыс режимі, спорт, дұрыс тамақтану, зиянды әдеттерден бас тарту сияқты ұсақ тақырыптар кіреді. Төртінші тақырып бұл мектептің өмірі, мектептің білімі, оқылатын пәндер, шетелдік құрдастармен хат алмасу, әртүрлі жыл мезгілдеріне байланысты демалыс деген ұсақ тақырыптар кіреді, қамтылады. Бесінші тақырыптар мамандықтар. Бұл жерде мамандық әлемі, мамандық таңдау мәселелері, болашақ жоспарланған шет тілінің рөлі, және де қазіргі замандағы көп студенттердің шетел мемлекет университеттерін таңдау болады. Соңғы қарастыратын тақырып, ауқымды тақырып бұл экология және қоршаған орта. Оның ішіне табиғат, флора және фауна, экология мәселелері, қоршаған ортаны қорғау, климат ауа райы, қалалық ауылдық жерлерде тұру, көлік, коммуникация деген сияқты ұсақ тақырыптар кіреді. Жоспар бойынша, тақырыптық жоспар бойынша бұл жерде бізде ауқымды 7 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім Two Capitals of Kazakhstan, бұл 8 сағаттан тұратын үлкен бөлімше. Оның 2 сағатты лекция, қалған 6 сағатты тәжірибе болып табылады. Келесі тақырыптық жоспарға сәйкес бұл Visit Britain 7 сағатқа арналған. 3 лекция болса, қалған 4 тәжірибе болып табылады. 3-ші бөлім Traditions, Holidays, Festivals 9 сағаттан тұрады. 3 лекция, 6 тәжірибе болып табылады. Келесі бөлім, 4-ші бөлім бізде The United States of America 4 сағаттан тұрады. 2 лекция, 2 практика болып табылады. 5-ші бөлім Favorite Hobbies 4 сағаттан тұрады. 2 лекция, 2 тәжірибе. Соңғы тақырыптардың бірі ол What do you like to do? Бұл практикалық тақырып болады. И соңында тест жүргізіледі практика жүзінде. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар, және астына комментарий жазуды ұмытпаймыз, әріптестер. Бұл курсты қорытындылай келсек, бұл курстың, элективті курстың қорытындысы, мақсаты ағылшын тіліне қызығушылықты арттыру. Қазіргі заманда білесіздер, ағылшын тіліне қызығушылық өте артып келе жатыр. Оқушылардың, өйткені олардың көбісі университетті, колледжді және басқа да магистратураны болса да басқа мемлекетте жалғастыруды қалайды. Сондықтан оларға ағылшын тілі өте қажет. Сондықтан қызығушылығын арттыру болып табылады. Бұл курстың барысында әртүрлі әдістемелер бар. Ойын түрінде, диалог түрінде, мәтінмен жұмыс әрине, және де әртүрлі жоба әдістері қарастырылған. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын, және астына комментарий жазып отырыңыздар.
Сұрақтарыңыз жоқ болса, рахмет сіздерге.